егер де кімде жағдай болып тұрып, малының көбею мақсатында адамдардан қайыр сұраса, ол өзіне жанып тұрған шоқты сұрап алғанмен бірдей болады. Аз сұраса да, көп сұраса да, екеуінің айырмашылығы жоқ деп пайғамбарымыз салсам осы хадисте қысқа қайтарған. Бұның маңызы неде? Бүгінде біз мешіттерде адамдар кейбіреуі қарыз сұрап, намаз біткеннен кейін таксимен немесе өздерінің көліктерімен қайтып баратқанын көреміз. Өкінішке орай бұндай адамдар қайыр сұрауды өзіне кәсіп қылып алған. Бірақ шын мәнінде мұқтаж адамдар, олар қатты қиналмағанша біреуден қолын созып қайыр сұрамайды. Жалпы қайыр сұрауды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты қиналмағанша оған барудың жақсы емес екендігін көп жерде айтқан. Сондықтан, құрметті бауырлар, Алла Тағала баршамызды садақа сұраушылардан емес, садақа берушілерден болуымызды нәсіп етсін.